жүре берсең көре бересің дейді ғой. Енді тағы бір байқаған нәрсем, қайнаға мен келіннің арасы ондай қатты жақын болмаған дұрыс. Ол не то, что салт дәстүр бірдеңке емес, ол или там ұят емес, мәселе ода емес, ол біреулердің отбасының ажырауына алып келеді. Мысалы қараңыздар, допустим, вот еркек бар, Берік деген еркек бар. Ол жаңадан әйел алды. Ол жаңадан ол отбасыға бара жатыр. Ол жаңағы еркек туралы енді білетін шығар, бірақ оның туысқандары кім қандай екенін білмейді. Ол қыз жаңадан үйге келін болып келді. Сөйтсе Берік келінімен, енді түсініп тұрсыңдар, інісінің әйелі, ал оған қайнаға. Екеуі мысалы қатты бірге араласатын адам болса, может екеуі бір үйде тұрған шығар баяғыда, иә? Когда барлық семья бірге тұратын сондай үйлер бар ғой. И ана келін келген кезде, ол келіннің көзінше ана абысын, мысалы, ой, Берік деген керемет, Берікті мен жақсы көрем. Ой, мысалы, жаңағы Берік тряпка бүйтіп тұрса, оны жақтырмайды, уже ағамдай болып кеткен. Ауырып қалсам больницаға Берік апарады, Берік андай, дей беруге болмайды. Понимаешь? Егер сондай бір келіншек мені көріп отырса қазір, мен хотя бы бір отбасының сақтап қалуына себепкер боламын. Үйтіп айтпа никогда, дура ты, ебаная, дура, нельзя так говорить. Сен қатты онымен жақын болсаң да, жап-жас болып тұрған келіннің алдында оны айтпа, идиотина, айтпа. Потому что қызғанады. И сенің кесірінен сол ұрсып кетуі мүмкін әбден. Ана келін бірінші келген кезде, ода адаптация жүреді. Сол үйге үйрену керек, ата-енеге, туысқандарға, күйеуінің достарына бәріне үйрену керек. Алғаш күндері еще күйеуімен дұрыс сөйлесе алмайды ол үйінде. Бір-біріне ашыламай, уақыт жоқ, достарым күтеді, туысқандарды күтеді, ыдыс жуып атады. И сол моментте оған поддержка беріп жанында болмай, наоборот, айдаладағы жаңа білмеймін, келінмен ба или досыңмен ба или бір білмеймін, неважно, біреумен барып тойдың қызығын сонымен айтып, бүкіл вниманиеңді айдаладағы біреуге бөлуге болмайды, дурак, так нельзя. Өйткені отбасыларың басталмай жатып айырылып кететін болады. Так что новый келін келгенде ана қызғана ма, қызғанбай ма, мейлі екеуің жаңағы қайнағанмен мықты қарым-қатынасың болса да, жалпылдай бермесе, дура ебін. Почему сен жалпылдай бересің? Ойбай, Берік бүйткенді ұнатпай, Берік мен ойбай мен уже ағамдай болып кеткен. Нельзя, болмайды. Ана жас келіннің алдында оның күйеуімен сондай мен қатты араласам деп жалпылдай беруге болмайды. Потому что даже кейбір сондай дура абысындардың кесірінен талай ажырасып кетіп жатқан отбасылар бар. Вот ең ауыр күнәлардың бірі, любой дінде, любой өмірде ауыр діндердің бірі адамдарды бір-бірімен ұрыстырғызу, ажырастыру. Это очень ужасно. Сен бір семьяны бұзып тұрсың ше, бір кәдімгі бір мықты әдемі бір көркейіп келе жатқан, енді көркейін деп жатқан семьяны сен бұздың. Әр айтып тұрған сөздеріңе абай болыңдар. Ана жақтан да қара, мен не айтып тұрмын, қалай көрінеді деп.